Дональд Трамп 1 миллиард қарыз болады 90-шы жылдарда. Естігенде шығарсыздар, иә? 1 миллиард қарыз болады да, кредиторлар келмей ма енді ақшамызды қайтар деп. Бұл бәрін жинайды, бір уақытқа шақырады, ақшасын көрсетіп, нақты жоспарын көрсетіп, сызып прямо. Ана кредиторлардың бәрі қиып қарап қалады, айтады, сіздерге мен действительно 1 миллиард долларларыңыз қайтарсын десеңіздер, аған тағы да 1 миллиард бересіздер дейді. Сонда ғана мен қайтарам дейді. Не деген сенімділік? Не деген сенімділік? Қорқып тұрған жоқ ол. 1 миллиард қазір бермесем мені атып кетеді или басқадай. Действительно работающий план екенін көзін көргеннен кейін олар тағы да 1 миллиард береді. Оп-оңай 2 миллиард шығарып, қарынан құтылады, соңғы алған 1 миллиардты бұны миллиардер етіп шығарады. Көрдіңіз? Қарыз кредиттен қорқып бүйтіп дірілдеп 2 миллион менде қарыздар елін істеймін деп өмір сүрудің керек жоқ. Көп адамға қарыз кредит деген нәрсе бір жағынан мотивация. Тұру үшін, жүгіру үшін қарыз кредитқа кірген адамдарды мен жақсы білемін.